Ассалаумағалейкум оқырмандарым, сіздермен рецепт бөліспегелі көп уақыт болды. Кешірім сұраймын, ал бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше кешкі ас рецептісімен бөлісемін. Кешкі асымыз штрудель түрінде жасалған ыстық тағам. Ол үшін бізге ұн, картоп, фарш, сәбіз, пияз, жұмыртқа, татымына қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер қажет. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымызға жұмыртқа, тұз және жылы су қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Салмасын дайындағанша қамырымызды тынықтырып қоямыз. Салмасы үшін фаршымызға пиязды майдалап тураймыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштері қосып, бір ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Ендігі кезек сәбізді үкіштен жақсылап өткіземіз. Пиязды жарты сақина түрінде тураймыз. Картопты 5 мм шамасында видеода көрсетілгендей турап дайындаймыз. Картопты турап болған соң салқын суға салып қоямыз. Қамырды алып екі бөлікке бөлеміз. Жұқа етіп жайып, әр жайманы төртбұрыш бөліктерге бөлеміз. Салмамызды салып, видеода көрсетілгендей барлығын орап дайындап аламыз. Ыдысымызға сұйық май құйып ысытамыз. Пияз бен сәбізімізді салып, араластырып, жұмсарғанша 5 минут шамасында қуырып аламыз. Бетіне картопты жаймалап салып, бетіне тұз себеміз және су құямыз. Картоптың бетіне дайын болған бүктемелерімізді тізіп шығамыз. Бүктемелерімізді салып болғаннан кейін орташа отта 25 минут шамасында қайнатамыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барша отбасыңыздың сүйікті тағамы болатынына сенімдімін. Бұл рецепт шамамен 6-8 адамға арналған. Менде осындай 2 табақ болды. Баршаларыңызға ас болсын. Лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Рахмет.